Сен шын мәнінде қазір болып жатқан нәрсені көріп тұрған жоқсың. Сен өткенді көріп тұрсың. Сенің миың көзден алған ақпаратты өңдеп, оны саған 0,3-0,5 секунд кешігіп көрсетеді. Бұл дегеніміз, біз әрдайым жарты секунд артта өмір сүреміз. Теннис тобы сағатына 180 км жылдамдықпен ұшады. Егер миымыз тек өткенді көретін болса, біз оны ешқашан қайтара алмас едік. Сондықтан, ми болашақты алдын ала есептеп, қай жерде болатынын болжайды. Қызық, сен кофеге құйылған сүтті бір сәтте көресің, бірақ сенің көзің, құлағың және терің бұл ақпаратты әртүрлі уақытта өңдейді. Жарық көзге 1,3 миллисекундта жетеді. Дыбыс құлаққа 1,2 миллисекундта келеді. Сенің терің оны тек 50 миллисекундтан кейін сезеді. Ал ми осының бәрін бір сәтке біріктіріп, шындық деп қабылдатқызады. Сенің миың бұл видеоны да кешігіп қабылдады.